Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен қысқа арналған лечо салатын жасаймыз. Мен осымен бұл салатты 3-ші партия жасаймын деп отырмын. Алдында 5 банка және 6 банкадан общем 12 банка жапқанмын. Оларды 1-2-ін бердік, қалғанын өзіміз жеп қойдық. Жақсы желінгендіктен тағы жауып алайын деп шештім. Ең бірінші бәрін жуып, тазалап, осылай дайындап аламыз. Бізге қызанақ керек. Қызанақ менде 6 килограмм екен. Тәтті бұрыш 3 килограмм болды және кішкене огурцы. Бәрін жуып тазалап алғаннан кейін ортасынан бөліп дайындап алдым. Тәтті бұрышты ішін тазалап алдым да қызанақты бірінші өткізіп алдым мясорубкадан, ет тартқыштан, яғни қызанақты ет тартқыштан өткіземіз. Тәтті бұрыш ішін бәрін тазалап аламыз. Оны да ет тартқыштан өткіземіз. Одан кейінгі жұмыс бізде морковьті, яғни сәбізді теркадан өткіземіз, кішкентай теркадан. И пиязды қуырып аламыз, кішкене қылып турап. Сарымсақты қосамыз. Мына видеода көріп тұрғаныңыздай бәрін асықпай өткізіп аламыз. Мен қазір тәтті бұрышты өткізіп жатырмын. Басқа лечо салат рецепттарында тәтті бұрышты өткізбейді мясорубкадан, олардың бәрін турап салады. Маған именно осы рецепт ұнады. Бәрін өткізіп дайындап алдым. Мынау менде помидор, тәтті бұрыш, пиязды қуырып бастадым. Пиязды осылай алып, кішкене сарғайғанша қуырып аласыз. Асықпай, прям жұмсарғанша, золотистый цвет болғанша қуырып аламыз. Мынау алдындағы банкамнан мына қалғандары осы екеуі ғана қалды деп көрсетіп жатырмын. Бәрін пиязды қуыруға қойғанда, одан кейін үстіне морковьті саламыз. Морковь көріп тұрғаныңыздай осындай теркадан өткен. Бұл екеуін асықпай тағы да кішкене қуырып аламыз. Көп емес, бір 2-3 минуттан. Ол қуырып болғаннан кейін үстіне тартылған қызанақты қосамыз. Қызанақ біраз 5 минут тұрғаннан кейін тәтті бұрышты да қоса берсеңіз болады. Барлығын бір қайнатып аласыз. Көп емес, бір 20 минут жетеді. Маған андай суы көп болып сондай болған ұнайды. Сондықтан мен қазір дайын болып қалған кезде үстіне кішкене су қостым. Қызанақ, тәтті бұрыш салғаннан кейін уже болды, міне бітіп қалған кезінде, бір 5 минут қалған кезінде жаңағы қиярды қостым. Қияр және жасыл пияз, сарымсақ қосып, тұз, қантты мен мұнда жазбаймын, өйткені тұздар әртүрлі болып келеді. Кейбір тұздар тым қатты ашты, кейбірінде де қатты дәмі жоқ. Сондықтан өздеріңіз дәміне қарай тұз, қантын қосып аласыздар. Бәрін дайын болғаннан кейін банканы стерилизовать етіп, осы банкаға құйып, төңкеріп қоясыздар. Біріншіден миниатюрный